Еліміздің білім беру жүйесінде инновациялық әдістерді пайдалану уақыт талабы. Осы орайда Шымкенттік жекеменшік балабақшаларда мұндай әдіс тәсілдерден кенде емес. Оның дәлелі инновациялық технологияларды жетік меңгерген қызметкерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Қаламыздың бөбек жайларынан келген 150-ден аса қызметкерлер жаңа әдіс тәсілдерді меңгеріп, мұндағы сабақ өту тәсілдерімен таныс болды. Балалардың болашаққа нық қадам басуына ең алғаш тәрбиялар мекенінің алар орны ерекше. Қаламыздың премиум Шымкент балабақшасының тәрбие білім беру үдерісінің басым бағыты танымдық және шығармашылық қабілетін дамытуға негізделген. Дәлірек айтқанда, инновациялық технологияларды қолдана отырып, әр баланың белсенділігін арттырып, оқу процесіне қызықтыру болып табылады. Бүгінгі атқарып атқан іс-шарамыз ол қалалық семинар болады. Осыдан 3 жыл бұрын біз аймақты семинар өткенбіз. Биыл бізге 5 жыл болғаннан кейін тәрбиешілеріміздің білімдерінің арқасында, балаға берген тәрбиесінің арқасында қалалық семинар өтіп жатыр. Оған бізге үлес қосып, бізді қолдап, бізге сондай көмек көрсетіп жатқан білім басқармасының әдістемелік бөлімі Салтанат Бұртаевна бастаған ханыммен бірге бүгінгі іс-шара өтіп жатыр. Ең мақсаты іс-шараның оны балаларға инновациялық методиканы қолдана отырып, қазіргі заманға лайық жаңа технологияларды қолдана ғарыш әлемін зерттеу. Зерттеу мақсатында бізде мектепті даярлық топтар, бізде интеллектуальдық таяқшалармен жұмыс жасап жатыр, робототехника қолданып жатыр, Мария Монтессоридің программасымен ортаңғы топтар жұмыс істеп жатыр. Бұл қалалық семинардың нәтижесі біздегі тәрбиеленіп жатқан балдарымыздың, бүлдіршіндеріміздің білімін заманға лайықты білім беріп, солардың логикалық ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін ойын түрде өткізіп, қоршаған ортаға бейімдеу. Қалалық семинарымыздың аты біздің ғарыш әлемі. Ғарыш әлемінде рухани жаңғыру мақсатында өзіміздің ғарышкерлерімізді таныстырып жатырық. Сонымен қоса жер әлемін алып, жер әлемінде ауа бар, жер бар, су бар. Сор арқылы мектепке даярлық топтар балдарымыз бір ай бұрын бидай егіп, соны өңдеп, өсіріп, одан не шығатынын бәрін зерттеу арқылы өткізіп жатқан семинарымыз. Шымкентте 506 мектепке дейінгі мекеме бар. Оның 72-сі мемлекетке тиісті болса, қалған 400-ден астам бақша жеке меншіктің иелігінде. Заман талабы бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу. Бүгінде дәстүрлі түрдегі сабақ ойысып, инновациялық тәсілдер басымдыққа ие. Осыған байланысты бүгінгі күні балабақшаларда инновациялық бағыттарды қолдану жолға қойылған. Көңілді әрі ерекше тәсілдегі сабақтар балдырғанды жалықтырмайды. Оқуға деген құлшынысын оятып, зейінін ашуға ықпал етеді. Ал жаңа тәсілдерді игеру үшін тәрбиешілер де үнемі ізденіс үстінде жүруі керек. Өткізілген шараның мұнда тәжірибе алмасу үшін келген тәлімгерлерге де пайдасы орасан. Сол жекеменшік балабақшалардың ішіндегі енді бүгінгі премиум Шымкент балабақшасында қалалық семинар ұйымдастырылып отыр. Өздеріңіз куә болғандай, біздің ғарыш әлеміміз тақырыбында қалалық семинар ұйымдастырылып отыр. Енді біз қуанамыз, жекеменшік балабақшаларда жаңағы өздеріне берілген стандартты орындау барысында мектепке дейінгі тәрбиедегі бүлдіршіндерге тәлім тәрбие беруде мақсаттары, бірінші ең басты мақсатымыз бүлдіршіндерге жаңағы стандартты орындау барысында 5 саланы қамту барысында мектепке дейінгі жаңағы талаптарды орындау. Ең басты біздің міндетіміз жақсы тәрбие беру. Одан кейін оқуға тәрбиелеу. Көптеген жаңа технологияларды пайдаланып отыр. Мінекей қазір бүгінгі іс-әрекетінде біз конструктирование көрдік, интеллектті дамыту ойындарын көрдік. Сонымен қатар жаңағы ноутбукпен балалардың жұмыс істеп жатқанын көрдік. Сондықтан бұл балабақша алға қарай ұмтылысы, жаңағы балаларды қазіргі технология, өздеріңіз білесіздер, технология IT технологиясы болғандықтан балаларымызды алға ұмтылу, басқа елден кем қылмау мақсатында бұл кісілер балаларды жан-жақ тәрбиелеп отыр. Сонымен қатар енді балалар қазір бәріне көбінесе компьютерді, ұялы телефондарды жақсы біледі ғой. Соның нәтижесінде сонымен қандай жетістікке, именно нені көру керек, соның ішінде қай саланы көру керек деген мақсатта бұл кісілер үйретіп отқан жетістіктері мол. 150-ден аса тәрбиешілер келіп отыр. Ол кісілердің мақсаты осы жерде әдіс тәсіл алмасу, бір-бірімен үйрену мақсатта келіп, бүгінгі мінекей өздерінің жаңағы
алар әсері көп деп ойлаймын. 2017 жылы іргесі қаланған бөбекжайдың сыйымдылығы 562 жанға шақталған. Қазіргі таңда 492 бала тәлім алуда. Аталмыш мекемеде биыл түрлі үйірмелер жұмыс жасауда. Атап айтқанда сурет, би және мүсіндеу топтары ашылған. Бүгінде 20 топ өз жұмысын атқаруда. Оның 15-і қазақ болса, 5-і орыс топтары. Қаламыздың өзге мектепке дейінгі мекемелерінен айырмашылығы робототехника, интеллектуалдық ойыншықтар, сондай-ақ Мария Монтессори атты жаңа заман талабына сай техникалар мен әдіс тәсілдерді қолдану арқылы бала зейінін ашуға, ой өрісін кеңейтуге негізделген. Индира Есентай, Нұрберік Тұрғын, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.